Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, зікір тақырыбы. Енді біз айттық өткен жазбамызда ең жақсы мекендер бұл Аллахты еске алатын мекендер, ол мешіт дедік, мешіттер. Енді ең абзал зікір бар, ең жақсы зікір бар. Бәлкім зікірлердің ең ұлысы бар, бұл ең жақсы зікір, ең ұлық зікір бұл намаз болып табылады. Намаз болып табылады. Аллах тағала Тоха сүресінің 14-ші аятында айтады: Иннани аналлаху ла илаха илля ана. Расында менмін дейді. Аналлах, мен Алламын дейді. Ла илаха илля ана. Менен басқа илах жоқ дейді. Фа'будни ва ақимус салах. Маған құлшылық ет дейді. Ва ақимус салата ли зикри. Және намазға тұр дейді. Намазды орында дейді. Ва ақимус салата ли зикри. Мені еске алу үшін дейді. Осыдан біз түсінеміз, намаз бұл зікірлердің ең ұлысы. Бәлкім намаз мұсылманның мойнындағы парызы, Аллах тағала парыз еткен. Сол сияқты Анкабут сүресінің 45-ші аятында Аллах тағала айтады: Утлу ма ухия илайка минал китаб. Оқы дейді, саған уахи етілген кітаптан дейді. Ва ақимус салах. Намаз оқы дейді. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Расында дейді, ас-сала, намаз дейді, танха дейді, анил фахшаи вал мункар. Ол жамандықтан, пасықтықтан және жаман нәрседен дейді. Фахша деген бұл барлық жаман нәрсе. Вал мункар деген тыйылатын нәрсе. Осының барлығынан танха, намаз қайтарады дейді. Валя зикруллахи акбар. Аллахты ұлықтау, Аллахты еске алу барлық нәрседен ұлы дейді. Аллаху я'ламу ма таснаун. Аллах тағала біледі дейді, сендердің не жасап жатқандарың дейді. Осыдан түсінеміз, біз ең абзал зікір, бәлкім зікірлердің ұлысы бұл намаз екен. Алхамдулилlah. Аллаху тағала алам.